Елімізде соның ішінде өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған форумға республикадағы, аймақтық және республикалық газет журналдар мен телеарналардың өкілдері қатысты. Қоғамдағы олқылықтардың орын алмау жолында күресіп келген журналистер бұл жолы бақ саласында кетіп жатқан кемшіліктерге тоқталды. Бұл мемлекеттік тілде шығатын басылымдар мен өзге тілді ақпарат арасындағы алшақтық. Осы тілді басылымдардың көбі негізгі елдік, мемлекеттік, ұлттық салт дәстүрге қатысты, болмаса атаулы даталарға қатысты мәселелер жазуға келген кезде бір жақта қалады, болмаса сырттай бақылаушының рөлінде болады. Бұл олқылықтардың бүгінде нәтижесін көріп те жүрміз деді Қазақстан Тараз телеарнасының директоры Мейрамбек Мылтықбайұлы. Оны әсіресе тарихи деректердегі бұрмалаушылықтардан айқын аңғаруға болатынын жеткізді. Мен кеше ғана Қазпробудадан бір мақала оқыдым, қайтыс болған бір тарихшы туралы жазыпты. Мәжілістегі профессор көпіміз. Сондайда да Төлебейге Абылай хан Төлебейдің түйесін баққан өтірік. Біріншіден Төлебей Абылай ханды таныған Төлебей емес екен, бұқар жауыр екен. Төлебей оған қарамапты да. Айналайын, осы сан ғасырдан бері аңыз болса да ақиқатқа айналған нәрседен бас тартуға қажет қанша. Ғаламтордағы бұқаралық ақпараттың жаңа буындарын қалыптастыра отырып, мәңгілік ел қазақстандық біртектілік идеясын жүзеге асырудың маңызы зор. Осындай қағиданы ұстанған форум қатысушылары соңғы кездері ұлттық құндылықтарды насихаттайтын хабарлардың азайып кеткендігі көңіл құлазытатындығын айтады. Дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін біздің телеарналардың да бет-әлпеті түзелу керек. Неге? Біз дамыған елдің қатарына білімді мемлекет ретінде кіре аламыз. Өзіміздің ұлттық мінезімізбен, ұлттық болмысымызбен, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау арқылы кіре аламыз. Сондықтан да бүгінгі таңда алдағы уақытта жасалатын телебағдарламалар, сериалдар, өнімдер барлығында да осы негізгі бағыттар қамтылуы керек. Тәрбиеге баулитын шығармалардың азайып кету себептерінің орақ тілді ұшқыр ойлы қаламгерлердің тапшылығымен байланыстырады. Жеке басының қамы үшін жұмыс жасайтын журналистердің де көбейіп кетуі бақ саласының дамуына кедергі келтіруі сөзсіз. Осылай деген белгілі сатирик Көпен Әмірбек жиында тағы бір нақты қадамды тілге тиек етті. Ұйымдасқан қылмыспен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресейік деп аттандап жүрген мемлекеттік қызметкерлердің 1000-нан астам жауапқа тартылды, сотталды, жұмыстан шықты. 1000-нан астам. Солардың барлығы жемқорлыққа қарсы күресейік деп жүргендер. Енді сол күресейік деп жүргендерге қарсы күресетін кез келді. Міне 100 қадамның бір қадамы осы. Рахмет сіздерге. Жиында ел ішінде ескерусіз қалып жүрген мәселелер жан-жақты талқыланып, кеткен кемшіліктің орнын толтыру мақсатында бірқатар ұсыныстар айтылды. Қорытынды сөзге шыққан Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі саясат және дін істер басқармасының басшысы Берік Уәлиұлы форумда айтылған мәлімдемелер мен ұсыныстар министрлікке жолданатындығын жеткізді.